Бүгінгі видеода біз Астана қаласынан 170 км жерде орналасқан өзенге келдік. Бұл жолы біз 48 сағат емес 24 сағат балық аулайтын боламыз. Ассалаумалейкум достар. Қалайсыздар? Короче, бізде бүгін тағы да рыбалка басталды. Алдыңғы видеода енді кішігірім балық саны аз болып қалғандықтан осы жолы енді олай болмайды деп сіздер үшін тағы да контент түсіруге жаңа жерге келдік. Бұл жолы біз хищниктарға шығатын боламыз. Біздің таңымыз осылай басталуда. Короче, мында машина бар. Түнде біз келіп жайғастық. Мына жақта ұйықтадық. Короче, палатка, но біздің кухня екінші палатка. Мына жақта бізде осындай автономка бар, ішке жылу беріп тұратын. И бүгін бізде уже басталды. Бүгінгі рыбалка қызық болсын деп осындай моторчикті алып шыққан болатынбыз. Короче, бізде электромотор. Ал бізде мына жақта титанат бар. Осыны қазір жалғап, осымен қайықпен жүретін боламыз. Ал бүгін мен рыбалкаға өзім ағалармен келдім. Бұл бізде спортсмен, короче, Асылмұрат Хасенов дейді. Жадам, пару слов туда-сюда. Бәріне ассалаумағалейкум. Қалдық бүгін арекенмен рыбалкаға. Бұйырған болар енді. Бұйырған болар. Айтамайын, былай істаймыз еке. Ризық несібе Алладан. Біздікі жай ғана амал. Олай болса, кеттік мына қайық тез жинап тастайық. Қараңдар достар, қазір 15x-пен көрсем сіздерге. Мына жақта бізде ақбөкендер. Қараңыздар, қандай керемет табиғат. Ақбөкендер жүр ғой. Қазір дронмен ұшырып сіздерге жақынырақ көрсетем. Дронды ұшырып ақбөкендерді түсірейін деген ғой, короче. Білмеймін, ненің қатысы бар. Мүмкін бұл да біз үшін бір қайыр шығар. Кішігірім 15-20 минуттай уақыт кетіп қалды. Дронда, короче, 65% зарядка болған. Резко нөлге бітті да, сол жерде, короче, қонуға рұқсат беріп, сол жерге қонып, тауып соны іздеп келдім. Ё-моё. Асекең уже дайын кетті. Чё там? Алаң қарау, ұрып баратыр. Осы ғой енді мен шайды іше қойын десем, мұна жағада жүріп ұстап отыр ғой шай. Нан қараңдар. Эксклюзив. Жоқ, кішкентай болса да. Пойдет? Аха. Сразу қабат көрдің ба? Ана қарақ қандай кішкентайдай. Екеу жүр осындай. Сразу сау едім. Хорош. Бірінші балық бар дейсің? Бірінші балық бар. 0-дан кеттік дейсіз ға. Енді біз жібереміз ғой. Біз спортивный ғой. Мәне достар, біздің спортивныйдың бір мінекей осындай тамаша көрінісі. Кән, сүйіп жерсің? Ана қара. Дейді да, все, давай дейді ғой, короче. Хоп, әне кетті. Хорош. Мынандай табиғатпен үстеп қойып ше. Қарап отырып мынандай ыстық шайдан ұрып аламыз. Қой, бізде қармақ шығарайық. Мені менің қармағым. Осы спинникке қазір аулайтын боламыз. Бізде рыбалка басталды. Мынандай қасық плесунаға қазір ұстайтын боламыз. Кетті қайықпен точкаларға барадық. Қазір іздейміз. Мінекей достар, бізде ақбөкендер тағы да жүр. Мәні тамаша екен бірем. Короче, достар, бізде поклевка. Давай. Дай кішкентай. Мені кел атыр. Әне. Давай, жақындай бер. Кішкентай ғой. Бірінші щука бар. Кішкентай екен, Мұна жақта спиннинг әкен жерде жатқан ғой. Ананы шығарып, қазір ғана тастадық, көрдіңіздер ғой. Қара тағы түсіп қалды бірегенде. Әке, шығып келейін. Давай. Бет бар дейсің ғой? Міне. Жасыл жұмыс істейді, жасыл келін бе таңыз? Жасылдан да ғой, ұрайық жасылдан. Оң қызық болды ғой. 1 минутта 2 балық. 1 минутқа жетпейді ол. Қазір ғана ғой тастағанымыз. 10 секунд әрі кетсе. Жаман емес негізі. Ұрып тұр. Поклевка ше. Давление нормально?
Ya давление қарап шықсаң. Мынау анау бір 600 граммдай болып қалады шығар, иә? Мынау бір 300 граммдай кішкентай. Так, шығып кетті ма? Бізде тағы бір поклевка болып, бірақ шығып кетті өкінішке орай. Қайтадан түсті ма? Нормально сияқты. Ал өзің. Нормально сияқты. Давай. Давай мен тұрып. Түсті, короче, бізге тағы 3-ші балық. Нормально дейді. Кішкентай ма мындай? Жаңа бір орып жіберген білесің ба? Қайттан түсіп қалды. Төменге қарай тартып барадыр ғой, Давай. Ох, кетті. Әдемі. Жасылық работает дейсіз ғой. Кешекті басау керек. Қолдың бәрін бүтіп қойып. Зарядканы көрсең. Короче, достар, лақтырып отырсам, балық түсті. Блин, маған келіп шығып кетейін деп тұрмын ғой. Кетіп қалды ма? Тоқта. Кетіп қалды ғой? Кетіп қалды ма? Кетіп қапты ғой. Бар там. Кәсі жүре қайт. Короче, достар, қасыққа, қасық деп, оны білесің, қайттан балық түсті. Көп қасық қана. Байқа. Катушканы ашып жүр. Болды. Блин. Болды ғой? 4 балық алып тапты. 4 балық бар дейсіз ғой. Қашты да жазады ма? Жөғей. Никак жібермейсің ғой. Міне достар, таза қуырмаштың балығы бар. Бізде уже 4-еу болды. Короче, ана екеуміз лақтырып отырып ілініп қалдық, бір-бірімізге қолмен шығарып отырық енді. Балық түсіп қалды тағы да. Сондай бір размер шығар, примерно. Қай діріл бар ма? Ой, қашып кетті ма? Қашып кетті ма? Пока көрінбейді.
Бар сияқты ма? Кетіп қалды. Кетіп қалды ма? Yok otur. Отыр ма? Көрініп тұр ма не? Кетіп қалған ғой. Базар жоқ. Қызық рыбалка болып тұр. Короче, достар, балық түсті тағы да. Кішкентай сияқты. Кішкентай десе ме? Кішкентай ғой. Қай ішінде жүр ғой? Так, достар, балық түсті. Көпке кіргізбе. Давай, давай, давай. Al жүрсің. Алты щука ма? Алха. Достар. Міне. Ой. Красавец. Короче, достар, кетпей жат, тағы да түсті. Әдем. Ұрып қойды, короче. Жаңағы сияқты. Давай. Килограмм. Давай. О, әдемі. Үлкейіп жатыр бара-бара, я? Кәнак. Ай, бәрекелді. Кило бар ғой, да? Болды ғой. Тағы шығарамыз дейші. Достар, көшеде. Давай. 0-0. Бірге ал. Сізбір қаш кеткен емес. Біреуді сүйіп өсіз. Жоқ. Қазір. Қайта басамыз. Елгі деп тұру. Килограмм 0-0. Давай. Қанша екен? 970 кило ғой почти. Бағана бұдан дөй болды. Арқасына андай еді ғой. Жібер бағанша. Короче, достар, тағы да балық түсті. Тоже сол, кішкентай сияқты. Жоқ, кішкентай ғой. Екі қармақ майланып отыр бүгіндікке. Окуң болса тема ғой. Окунь ба? А, щука ба? Давай. Давай сюда. Жарю. Лақтырайын. Шыққылар. 8 болды, Қалаға дейін 1-2 тапсақ 10 ғой. Лагерге жетіп қалдық па?
Так, достар, тағы да балық түсті. Жүре салайықтан. Короче, біз мынандай жерден өтіп жатырық. Лагерге қайтып келе жатырық. Мына ортасына өсіп кеткен ғой прям. Біз келдік палаткаға. Жоқ, карповойды алған жоқпыз. Тағы біз шар жөресіз ба? Балық қуырып жейміз, а? Балық қуырып жейміз, а? Неже жуып өтсін? Біраз түскен. Санап көрдің? Бізде щука санайды жатыр. 5-6. Аха, 5-6. Дұрыстап санадың? Қанша өзі? 10 шақты. Сондай. Бірде 3 кило сондайдан айырып қалдық. Кәт. Бізде сағат 1:30. Обед тайм. Мына бокста ашамыз. Бізде арғы бетінде макаронды алу керек. Біздің тамақ. Мінекей. Мына аяқта мощный кетіп жатыр екен. Жатыс айтсай. Мына жерде мынандай қалта бар. Осының ішінде мынандай тема бар, короче. Май, ана мына төгіліп қалады ау деген. Тоз-поз. Маталата. Біздің тамақ осы. Таза ауада, табиғатта. Ау, братва, ас болсын ал. Кеттім, бізде мұнандай. Поварды көрсейін ба? Мына повар, түр бермейді повар. Ал, давай ал. Азеке, оценка. Че там, қалай көпті? Зор, әлем. Көрсең дәмін көрсең? Қалай кетшіп бен. Мош ба? Болды, кәз көреміз. Біз, короче, жақын жерде ауылға келе жатырмыз. Сет іздеумен. Ал біздің машинаның жолында мынандай кішігірім оффроуд жол тұр. Қазір осымен көрсетеміз. Қалай болады? Мына жерде жақын жерде, жақын болғанда енді бір 5-6 километр жердегі ауылға келіп, бұл жақта связь жоқ екен. Тек қана Wi-Fi екен, короче, сол Wi-Fi-ларына кіріп, сұрап, Wi-Fi-ға кіріңіздер деп, қонақ жай қылып, парольдарын айтып, сөйтіп
үй ішіге аман есен бізде айтып алып сөйтіп енді қайтадан питаққа бара жатырмыз лагерімізге. Сол 48 сағат емес, что-то бүгін қайтатын сияқтымыз, өйткені пока сол 1 килограмм содан кішкентайлар ғой түсіп жатқан. Үлкен жоқ. Новый жерлерді іздеп жүрміз, ал мына жақта Астанадан келген тоже жігіттерге түсіп жатыр. Кәні көрейік. Білмеймін, ол не екен, мынандай нәрселер орнатып тапты әйтеуір. Поплавок па. О. Пойдет. Так. Мынаны көрдік болмады. Веснадан көрейікші. Көк цветтен көрейікші. Бола мекен, болмай мекен. Сары білесін салам. Қазір оны да көреміз. Көрейік ал, бисмилля. Жақсы ойнайды мына судың астында. Ой, осы видео қосып тұрған кезде көттің жеңілдігі болып бір түсіп қалса екен, ә? Мінекей достар, поклевка деп көрсететінші. Түспеді. Короче, машинаның жаңа аккумуляторын бағана қайыққа салып жүрдік. Бағаннан бері титанатпен жүрдік. Оның зарядкасы бітіп жатыр енді. Бір 30% ғана қалды. Кейін мына ескі аккумулятор салғанымыз ғой, машинаның өзінің оған күш жетпей жатыр. Қазір енді мынандай инженерия жасап оталдырамыз. Болды ма? Бисмилля, көрейік ал. Әне. Оталды. Келдік, газ қайықты жинап, ал полный машина қайттан груз етеміз. Қайтар жолға доширак, сосын сорпа. Бүкіл зат жинап тастадық, полный. Біздер полный жиналып біттік, машина затты салдық. Ешқандай мусор қалдырмадық, бәрін жинап кеттік артымыздан. Енді, короче, бізге ақ жол, осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған сол баяғы әрекет, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуын ұмытпаңыздар. И жақсы комментарий жазыңыздар, міндетті түрде оқимын. Всем пока, чао, давайте.